Ассаляму алейкум. Сіздермен бүгін қалай үй жағдайында өте дәмді етіп фри әзірлеуге болатынын көрсететін боламын. Осы рецепт бойынша балаларыңызға әзірлеп беріңіздер. Оларға өте қатты ұнайды. Мен 5 дана картоп пайдаландым. Оларды қабығынан аршып, жуып, жақсылап тазалап аламыз. Видеода көрсетілгендей кесек бөліктерге бөлеміз. Тым жұқа қылдырып жібермеңіздер. Бірдей формада шығу үшін шеткі жіңішке бөліктерін алып тастаймыз. Және де осылайынан 4 бұрышты ұзыншақ етіп турап аламыз. Менің картоптарым дайын, барлығын ұзыншақ етіп турап алдым. Енді қазандағы қайнап тұрған суға картопымызды салып, 1 минут мөлшерінде қайнатып алатын боламыз. 1 минут жеткілікті. Осылайынан бір араластырып, сұп-суық суға сүзіп аламыз. Кейін картоптарымызды құрғатып алу мақсатында суық судан алып осылай қағаз сүлгіге сүзіп аламыз. Картоптың бойында суы қалмау керек. Осылай ыдысымызға салып, үстінен жүгері крахмалын саламыз. Жүгері крахмалы картоптарымыздың барлық жеріне тию керек. Қолмен жақсылап отырып араластырып аламыз. Картопымыздың астына ас пленкасын төсеп, барлығын жақсылап жайып шығамыз да, мұздатқышта 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Қазанда қызып тұрған майымызға картоптарымызды біртіндеп салатын боламыз. Мен 2 бөліп пісіріп алдым. Картопты майға салғаннан кейін бастапқы 1-2 минут тиіспеу керек. Одан кейін барып жақсылап араластыратын боламыз. Картопымыз қып-қызыл болып қызарғанша күтесіздер. Және де осылайынан қағаз сүлгіге сүзіп алдым. Міне біздің фриіміз дайын. Дәл осы ыстық күйінде үстінен тұз сепсеңіздер болады, немесе қалаған дәмдеуіштеріңізді сепсеңіздер болады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Балаларыңызға дайындап берсеңіздер, немесе қонақ дастарханына ұсынсаңыздар да керемет үйлеседі. Менің видеом ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған Хан қызы Керімай. Келесі көріскенше сау болыңыздар.